Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін кешкі асқа өте дәмді әрі ерекше жаппасай тағамын дайындаймыз. Алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаға тұз және суды қосып араластырып аламыз. Кейін ұнды 2-3 бөлікпен қосып, қаттылау қылып қамыр илейміз. Қамырымыз осындай қатты болу керек. Оның бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін тағы бір қайтара илеп, біраз уақытқа қалдырамыз. Сол аралықта салмасын пісіріп аламыз. Ол үшін қызып тұрған майға пиязды және етті салып қуырып аламыз. Еттің суы тартылғаннан кейін оған көкөністерді, яғни сәбізді, картопты және болгар бұрышын қосып барлығын қуырып аламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, паприка және басқа да дәмдеуіштер, сондай-ақ 1 ас қасық томат пастасын қосып араластырамыз. Соңында қайнаған су құйып, бір қайнаған күтеміз және одан кейін оттың астын басып 30-40 минуттай қайнатып аламыз. Қамыр осылай тынып тұрды. Менде 1 сағаттай көлемінде бөлме температурасында тұрған болатын және оны 2 бөлікке бөліп, әр қайсысын өте жұқа етіп жайып шығамыз. Жұқа етіп жайып алғаннан кейін оның үстіне сұйық майды жағып шығамыз және видеода көрсетілгендей 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Салмамыздың суы осылай тартылды. Көп су құйып қоймаңыздар, себебі қамыр езіліп кетуі мүмкін. Қамырдың май жағылған бөлігін төмен қаратып орналастырып шығамыз және баяу отқа қойып 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Жаппасай дайын болды. Енді оны оттан өшіріп, кішкене суығанын күтіп, бетіндегі қамырларды аламыз. Қамыр өте жеңіл алынады. Оны алып тарелкаға орналастырамыз және ортасына салмасын салып, бетіне аскөк сеуіп дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер және отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріп, нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Баршаңызға ас болсын.